біздің заттарымыз. Сонымен қатар бізде 5 чемодан болды. Автобусқа отырдық, Стамбул жаққа. Аланиядан кетіп бара жатырмыз. Құрметті көрермендер, қазір сіздерге біз қалай билет алғанымызды осы видеода көрсетемін. Ол үшін obilet.com сайтына кіресіз және де бағытты анықтайсыз. Аланиядан Стамбулға. Мысалы, біз 23 майға қарап жатырмыз. Осы сайттан неше түрлі бағадағы автобустарды қарауға болады. Және де ең ыңғайлы уақытысын таңдауға болады. Билет алған кезде біз 3-ші қаптардан таңдадық. 7, 8 және 9-шы орын. Күйеумен бірге кезектесіп отырдық. Автобуспен саяхаттаған бір плюсы бұл сіз багаждың килограммдарына ақша төлемейсіз. Біз Анталия жаққа бара жатырмыз. Бұйырса Анталиядан адамдар отырады автобусқа. Қазір бізден басқа ешкім жоқ автобуста. Аласың ба? Бер. Бер, қолын бер. Бер қолын. Sıkıntı yok. İleride olur. Allah'ım. Biraz zaman geçiyorlar ona ki. Біз Манавгатқа келдік. Манавгаттың отогары. Ерей, ну-ка. Осылай біз ойнап жатырмыз. Балам ішіпсті. Кішкентай баламен саяхатқа шыққан кезде оның ойыншықтарын және де жейтін тамақтарын алып шығу керек. Біз Анталияға әлі жеткен жоқпыз. Отогарға келдік. Алания отогары. Осылай біз автовокзалдарға тоқтаймыз және де керек тамақтарды алып аламыз. Сонымен қатар баратын жерлерге кіріп шығамыз. Анталияның отогары. Осы пакеттің ішінде қызымыздың горшогы тұр. Қызымның жасы 2-ден асты, сондықтан біз қызымның астына клеенка төседім.
Биздин жолумузга шамамен 14 саат кетти. Эсенлер автовокзалынан биздин отелибизге чейин биз такси жалдадык 180 лирага. Бизде заттар көп болгондуктан ушундай такси жалдадык. Құрметті көрермендер, қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Егерде сұрақтарыңыз болса, видеоның астына комментарий қалдырып қойыңыздар. Resimlerden gördüm. Bence de. Tramvay Topkapı'da başlıyor. Şeye gidiyor. Nereye? Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.